Қазақ атам не дейді? Қазақ атам асықпа, асыққан шайтанның ісі дейді. Дұрыс па? Бұл ойдан шығарылған нәрсе емес, бұл асыл дінімізден шыққан нәрсе. Негізінде біз дүние қууға асығамыз ғой, дүние жинауға асығамыз, дұрыс па? Бірақ болымыз қате екен. Біз 5 жерде асығуымыз керек. Ол мыналар. Ол біріншісі, кез келген қонаққа тамақ беруге асығуымыз керек екен. Қонақты күттірмеу керек. Екінші, жасаған күнәмізға тәубе етуімізге асығуымыз керек. Кешірім сұрап қалу керек, өліп қалмай тұрып. Үшінші, уақыт кірген намазды оқу керек. Уақыты кіре салысымен. Кім біледі, сіз келесі намазға жетесіз бе? Төртінші, қайтыс болған адамды тезірек жерлеу керек. Күттіруге болмайды. Асығатын төртінші. Ал енді бесінші асығатын нәрсе, ол бой жеткен қызды тұрмысқа беру керек, ағайын. Міне, бой жеткен қызды 30-35-ке келгенше үйінде ұстап отырғандар бар. Асығыңыздар. Мінекей, біздің асығатын 5 нәрсеміз осы. Осыдан басқасына асығу дым қажет емес. Біле жүріңіздер. Сосын айта кетейін, менің видеоларымды таратпай қойыңыздар ешкімге. Шын айтам. Кім біледі? Видеоларымды миллиондаған адамдар көріп, танымал жұлдыз болып кететін шығар. Сол кезде сіздермен сөйлеспей қою мүмкін да мен. Иә. Ақшам көбейіп кетуі мүмкін. Өзгеріп кетуі мүмкін. Сол үшін таратпаңыздар.